Қанша қыздарға проработка жасаймын ғой, Көп қыздан шығатын нәрсе, мынау нәрсе, өзін жалғыз сезінеді, өзін керексіз сезінеді. Неге? Күйеуіне тәуелді, өте жабысып қалған клей ұқсап. Күйеу деп күйеуін бұл оны пайдаланып қарыз алады оның атынан. Мысалы, унижать етеді, внимание бермейді, сөйлеспейді, вообще адам орды көрмейді. Біреулер даже измена жасайды да. Сонда да өте самооценкасы төмен, өзін бағаламайды, очень удобный, немесе жауапкершіліктің барлығын желкесіне артып алған таспаққа ұқсап. Бала қарайды, үй қарайды, например, үйде бүкіл жауапкершілік оның мойнында. Күйеу өзі тапқан ақшасын өзіне жаратады, мысалы, кейбіреулерде үйге алып келсе де, бірақ анаған отчет бермейді әйеліне, мысалы да, или адам орнында көрмейді оны вообще, онымен ақылдаспайды, сөйлеспейді мүлдем. Осындай қыздарды көріп жатырмын. Қыздар, знаете, егер сіздің ішіңізде тірек, опора болмаса, ол опораны кім береді? Оны әке береді, әке. Егер әкеңізбен сізде контакт дұрыс болмаса, сізді еркелетпеген, внимание бермеген болса, сізді ұрған болса, мысалы, или ұрмаса да қатты унижать етіп битіп, или болмасам сізді эмоцияларыңызды елемей, сізбен сөйлеспей, өте қатал болса, міне осы кезде сіздің ішіңізде опора, тірек болмайды. Опорасы, тірегі болмаған қыздар өте адамдарға тәуелді болады. Өзіне не керек екенін білмейді, ішкі состояниесі алай-бұлай, мысалы да. Күйеуіне зависимый болады, жұмысқа зависимый болады, мысалы, ақшаға тәуелді болады, мысалы да. Міне осының барлығы бұл ішкі көрсеткіш, травманың көрсеткіштері, ханымдар. И мынандай состояниеға ақша келмейді, келсе де налево-направо білмейсіз не істеп атқаныңызды, эмоционалды покупка болып кетеді да, түсінесіз ба? Не алып, не қойып атқаныңызды білмейсіз. В основном осындай қыздар келеді. Мен түсінбеймін, өзімді шаршап кеттім, қиналып кеттім. Мама мен дұрыс емес контакттағы қыздар да тоже сондай. Мама ол әлем, папа ол ақша, негізі, ханымдар. Осы нәрселерді внимание мен признание ғой алмаған болсаңыз, онда түсініңіз, ақша потогың жабық, ішкі состояниең бычыт болады. Бұл тек қана проработкада өзгереді. Проработкадан кейін барып, өзіңізге өзіңіз махаббат беріп, ішіңізден опораны өсіргеннен кейін барып, сіз өзіңізге толық керек екеніңізді түсінгеннен кейін, бағалы екеніңізді түсінгеннен кейін барып, айналаның отношениясы сізге өзгереді, ханымдар.